Елімізде ауылдарды дамытуға 900 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров хабарлады. Негізінен қаржы инфрақұрылымға жұмсалмақ. Дегенмен қанша қаржы бөлінсе де мәселелер түбегейлі шешілмей жатыр. Оған дәлел соңғы 10 жылда еліміз бойынша 600-ге жуық ауыл жойылып кеткен. Дәл қазір республикамызда 6256 ауылдық елді мекен бар. Ел халқының 38,4%, яғни 7 миллион 600 мың адам ауылдарда тұрады. Бұл ауылдарды дамыту үшін қазына қаржысынан бөлек инвесторлардың ақшасы барынша тартылып жатыр. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 194 миллиард теңге сомасына 771 ауылда 1,8 мың жоба іске асырылды. 85 алғашқы медициналық санитарлық көмек объектілері құрылды. 176 ауыл Wi-Fi технологиясына қосылды және Starlink спутниктік жүйесін пайдалана отырып, шалғайдағы ауылдық мектептерді қосу бойынша пилоттық жоба басталды.